Қазақстан мен Нидерланды үкімет басшылары Кәрім Мәсімов пен Марк Рютте Астанада келіссөз өткізді. Нидерланды және Қазақстан елдері арасындағы қарым-қатынас. Екі ел арасында ауыл шаруашылығы, мұнай, химия және машине жасау салаларында айтарлықтай тауар айналымы бар. Нидерланды Қазақстанға тікелей шетелдік инвестицияның ең ірі көзі болып табылады. Кездесу барысында Рютте мырза Қазақстан нарығына тікелей инвестиция тарту үшін нақты талқылаулар жүргізді. 1991 жылдан 2019 жылға дейін Нидерландыдан Қазақстанға 9,4 миллиард доллар тікелей шетелдік инвестиция жіберілді. Голландиялық компаниялар 2019 жылы Қазақстан экономикасына 7,3 миллиард доллар инвестиция алады. Ол сол жылы тікелей шетелдік инвестициялар жалпы көлемінің 30,2%-ын құрады және Орталық Азия еліндегі ең ірі инвесторлар болып қалды. Казстат мәліметтері бойынша Қазақстан Республикасы мен Нидерланд корольдігі арасындағы сауда 2020 жылдың бірінші тоқсанында 1,17 миллиард долларды құрады. Қазақстанның дәстүрлі негізгі экспорттық баптары мұнай және мұнай өнімдері, ферроқорытпалар, титан және титан қорытпалары болып табылады. Қазақстан Нидерландыдан дәрілік заттарды, машинелер мен жабдықтарды, жоғары технологиялық құрылғылар және ауыл шаруашылық өнімдерін импорттайды. Айта кетейік, 2014 жылы Қазақстан мен Нидерланды арасындағы тауар айналымы 9 миллиард доллардан асқан. Ал биылғы қаңтар-қыркүйекте тауар айналым көлемі 4 миллиард доллардан асып жығылып, оның ішінде Қазақстаннан аталған елге шығарылған экспорт көлемі шамамен 4 миллиард 151 миллион теңге көлемінде болды. Нидерланд корольдігі Қазақстанға жалпы тікелей инвестиция көлемі бойынша бірінші инвестор болып табылады. 10 жыл ішінде 2010-нан 2019 жылға дейін Нидерландыдан Қазақстанға жалпы тікелей шетелдік инвестиция көлемі 4 миллиард ақша долларын құрады. Осы 10 жыл ішінде Қазақстаннан Нидерландыға жалпы тікелей шетелдік инвестиция көлемі 31,2 миллиард долларды құрады. Тікелей инвестициялардың жалпы көлемінде Қазақстанға Нидерландыдан келген инвестициялардың үлесі шамамен 30% құрайды. Нидерландыға инвестициялардың жалпы көлемінде Қазақстаннан инвестицияның үлесі 13,6% құрайды. 2002 жылы қол қойылған екі жақты инвестициялық келісім тікелей шетелдік инвестициялар мен сауданы ынталандыру үшін тиісті инвестициялар мен капиталға әділ қараудың негізін белгілейді. 2015 жылы Нидерланд премьер-министр Марк Рютте Қазақстандағы Астанада Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, Еуропалық одақ пен Қазақстан арасында кеңейтілген әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімді бекітті. Қазақстан Еуроодақпен әріптестік және серіктестік туралы келісімге қол қойған Орталық Азиядағы алғашқы мемлекет. Қазақстанда жүргізіліп жатқан институционалдық реформалардың тиімділігін байқап отырмыз. Адам құқы, әділеттілік және мемлекеттік органдардың жүйелі жұмысына қатысты да жақсы өзгерістер бар. Сіздің елдегі экономика тұрақты болып, серіктестігіміз нығаятынына сенімдімін. Бүгінгі Қазақстан мен Нидерландының сауда-экономикалық қарым-қатынасы Нидерланд корольдігі Орталық Азия елдерімен белсенді сауда-саттық жүргізген алтын орда дәуірінен бастау алады. Сонымен бірге Голландияның валюталарының біріне айналған қызғалдақтың алғашқы үлгілері бірінші рет біздің қазақ даласынан шығарылды. Қазақстанда голландиялықтардың қатысуымен 900-ден астам компания ұсынылған. Олардың көпшілігі энергетика саласында белсенді жұмыс істейді. Жалпы алғанда Нидерланд Қазақстан Республика экономикасының салаларында жоғары ғылыми тауарлар мен технологиялардың негізгі жеткізушілердің бірі болып табылады.